осы нәрсені түсініп алу. Одан алдын бір рет осы спикинг клабта оны түсіндіргенмін, бірақ бізге бұл жеткіліксіз болды. Сондықтан біз осы мастер классты өткізуге жаңа мұқтаж болдық деп айтсақ болады. Енді бізде 5 күн болады. Көрген шығарсыңдар жалпы немен, қандай тақырыптарда болатынын бір еске салып кететін болсам. Кішкене еске салып кететін болсам, бүгін біз ағылшын тілінде ойынды еркін жеткізу туралы айтатын боламыз. Ағылшын тілінде 12 шақ айтатын боламыз. Неге көп сөз біле тұра сөйлей алмаймыз, сол туралы айтатын боламыз. Сөз жұптаудың техникаларын айтатын боламыз. Біз онстақ спикинг клабтарда оны жақсы үйреніп жатырмыз. Содан кейін ең соңғысы маңызды нәрсенің бірі American accent туралы айтатын боламыз. Өйткені жалпы ең маңызды нәрселердің бірі адамдар үшін қазіргі таңда ол акценттер алатын болады. Жалпы сіздерге осы нәрсені ұсынатын боламын. Енді ары қарай жалғастыратын болсақ, бізде мынандай сұрақ бар. Қанша жылдан бері ағылшын тілін үйреніп жүрсіздер? Дауыстарыңызды қосып немесе сөйлей алмайтындар чатқа жаза берсе болады. Қанша жылдан бері ағылшын тілін үйреніп жатсыңдар, достар? М? Прям жеке үйреніп жүрген жоқпын, универде ағылшынша оқимын. Мгм. Бұның не? Осы ЖЖТ-дан ғана бастадым. Аха. Оған дейін үйренбедім. Мгм. Дуолингоны ойнап жүргенмін. Жақсы. Қалғандарыңыз? Осы 4-5 жыл болып қалды оқып, нақты оқып жүргеніме. Мгм. Оған дейін мектептегі базамен жүргенмін. Аха. Тағы. Мен қазір таңдап сұралайын. Так, курс алып немесе жеке үйреніп көрмеген, тек қызығушылық болды дейді. Получается, біздің көбімізде андай проблема бар, иә? Мектеп кезінде біз бастағанбыз, бірақ мектеп кезінде, енді мектепті қарайтын болсақ, біздің мектебімізде 11 сынып бітіргенге дейін кемі upper intermediate пен B2 деңгеймен шығу керекпіз. Материал сондай. Бірақ шын өмірде ондай емес. Біздің деле ондай емес, практикада біздің деңгейіміз сол A1, A2 деңгейінде. Ең сорақысы, біз тажырынан сұрай алмауымыз мүмкін, немесе қайда, мысалға, самолет емес, аэропорт қайда деген нәрселерді әлі білмейміз. Хотя біз where деген сөзді білеміз, қайда деген сөзді білеміз, airport деген нәрсе білеміз, бірақ біз қалай құрастыратынын білмейміз. Сондықтан осы жағдайда ең сорақы нәрселерді айта кеттік. Содан кейін келесі нәрсе, бізге енді чат керек емес. Ең келесі нәрсе, ары қарай жылжысақ, одан кейін неге ойымызды ағылшын тіліне жеткізе алмаймыз деген сұраққа мен сіздерге қазір бірнеше жауап беретін боламын. Енді қарайық, ағылшын тіліндегі және қазақ тіліндегі сөз құралымдарын салыстыратын болсақ, былай болады екен. Қазақ тілінде бізде ең бірінші зат есім тұрады, яғни мен, сен, ол деген сияқты. Одан кейін бізге ортасында толықтауыш деген нәрсе болады. Бізде қазақ тілінің әдебиетінің оқушылары білетін шығар, бізде толықтауыш ортасында тұрады, яғни мені деген сияқты, немесе пысықтауыш та ортасында тұрады. Жалпы негізі ағылшын тілінде осы пысықтауыш, толықтауыш, анықтауыш деген нәрсе 3 болып есептеліп object деп аталады. Яғни бізде қазақ тілінде сөйлем subject, object, verb болып қолданады да. Ал ағылшын тілінде ол керісінше мына object пен verb орнына ауысады, яғни етістік пен толықтауыштың орнына ауысады. Сол кезде бірінші етістік келеді. I learn English деген сияқты. Сондықтан біздің миым шатасып қалады. Так, қай сөзді бірінші қояйын, қай сөзді соңына қояйын деген нәрсе болады. Осы нәрсе болмау үшін сіздерге мына нәрсе дайындап қойдым. Ең бірінші нәрсе, біздің миымызда тұратын нәрсе, ол кім, не деген сұраққа жауап беретін нәрсені біз біріншісіне қояды екенбіз, иә. Одан кейін етістік қоямыз, go to немесе мысалы eat немесе жаңағыдай sleep деген сияқты. Одан кейін қандай, нені, кімді деген сұрақтар болатын болса, онда оны сөйлемнің үшіншісіне қояды екенбіз. Одан кейін where, қайда, сосын қашан, every day, иә. Сонда I go to school every day болады. Ал қазақ тілінде қалай болады? Бірінші мен қайда барамын? Мектепке. Қашан барамын, иә? Күнде болса болады, иә. Сонда мен күнде сабаққа барамын, етістік соңына түсіп қалады. Сондықтан ең бірінші тіл үйреніп бастаған кезде сіздерге ұсынатын заттарымның ең маңыздыларының бірі, әрқашанда тілдің құрылымы қалай, яғни сөйлемдегі құрылым қалай құрылады, соған мән беретін боламыз. Өйткені бұл любой тілде өзінің бір ерекшелігі бар, және ерекшелігінің арқасында біз тілді тез үйренетін боламыз, яғни біздің миымызға тез кіретін болады. Сондықтан біз қазір мен сіздерге бір сөйлемдерді айтатын боламын, сол сөйлемдерді мен осы орынға қойып салатын боламыз бірге. Жақсы ма? Келістік қой, иә? Түсінікті ма сіздерге? Иә, Давайте бастайық. Мен Иә.
базовый сөздерді аударуға көмектесемін, бірақ целый сөздер қойып шығасыздар. Бет айтайықшы. Менің мысығым күнде үйде сүт ішеді. Менің мысығым, мысығым күнде үйде сүт ішеді. Кеттік. Осы нәрсеге саламыз. Кезек па? Жоқ, кезек емес, бәріміз бірге. Кеттік. Cat drink a milk every day. Иә. My cat drinks milk every day. Жоқ, WhatsApp не чатқа жазайықшы, штаммен бәрін тексеру үшін. Кешірім сұраймын, достар, басынан бастап айтпағаным үшін. Кетті, бастаймыз. Менің мысығым күнде сүт ішеді үйде. Менің мысығым күнде үйде сүт ішеді. Ағылшын тілінде қалай болады екен, сонда мен бір көрсетіп жіберейін. Яғни бірінші зат есім тұрады, одан кейін verb тұрады, одан кейін нені, бұл жағдайда бізде сүт, одан кейін қайда, бұл жағдайда бізде үйде, қашан, every day, Кәні, my cat drinks water. My drink and milk every day at home. Good. Енді мен қалай істеймін? Сол туралы істейік бірге. Так, получается, мен бүйтем. My cat, бірге тексеріп отырайық. My cat, бүйткен жеке айта алмаймын, My cat drinks milk дегенде болмайды, потому что ол, my cat drinks milk болмайды. Дегеніміз ол саналатын заттарға қойылады. Берде milk саналмайтын болғандықтан просто milk болады. My cat drinks milk at home every day болады. Неге? Өйткені бұл жерде қарасаңыздар, бірінші my cat дұрыс зат есім, drinks не істейді, нені, milk at home үйде every day. Яғни осылай дұрыс болады. Жақсы ма? Келесі нәрсе. Мен былай істейік. Менің ата-анам, my parents, менің ата-анам жұмыс жасайды, мысалға неде? Ауруханада. Менің ата-анам ауруханада жұмыс жасайды. Кеттік. Былай сөйлем жазайық. Чатқа. My parents work, in the hospital, In the hospital. Кетті, бастаймыз, достар. Только мәдетін көрдім, қалғандарымыз қайдамыз? Guys. Okay, my parents work at the hospital. At the hospital. Good. Perfect. Мен бұны тексермей қойын, тура осылай дұрыс болады, бізде. Соңғы бүлназыкын аласылайын. Неге мына жерде parents дегенге work болады? Өйткені, айтайықшы, өйткені бізде ол жекеше нәрселерге қолдану керек, жақсы ма? Жекеше нәрселерге болған кезде, мына parents көпше формада болғандықтан бірге s қосылмайды. Яғни мына жерде my cat дегенде жалғыз болған үшін қосылды. Келесі нәрсе, менің, жоқ, давайте бүйтейік. Асқар дейтін бір бала бар, Асқар футбол ойнайды, күнде кешке. Кеттік, бастаймыз. Good. Менің Асқар күнде ойнайды футбол кешке. Асқар plays football every evening. Окей, келесі. Келесі. Так. Асқар күнде ойнайды футбол кешке. Яғни, күнде кешке Асқар футбол ойнайды. Асқар plays football in the evening every day. Енді қарайық, every evening деп айтсақ болады, қысқартып, окей? Every evening деп айтсақ болады. Қысқартып, сонда бізде every evening дегенді ала саламыз. Былай болады екен, достар. Міне, былай болады. Асқар plays football every evening. Осылай болады, every evening деп ала саламыз. Яғни everyдің қасына қосыламыз. Келесі нәрсе. Мадина. Қыздар сияқты нәрсе істейік. Шашын не істейді? Шашын бұйралайды деген сияқты істейік. Шашын бұйралайды.
күнде таңертең мектептің алдында мектепке дейін міне Мадина шашын бұралайды күнде таңертең мектеп алдында шашын нақты негізі қазақ тілінде вообще ужасно сөйлем шықты, потому что менің шашым бұралайды. Шаш бұралау деген сөзді үйреніп алайық. Curl болады. Curl a hair деп айтамыз, иә? Hair, curl hair. Кеттік. Madina curls болады, иә? Curls, дұрыс, perfect. Madina curls her hair every morning before school. Madina, сіз мықты екенсіз ғой кәдімгідей. Айтқанға дейін сіз curl дегенді. Келесі, guys. Madina curls her hair every morning before school. Madina curls hairs before work every morning. Енді қазір кімдікі дұрыс болады екен. Бізде былай болады. Бізде енді мына нәрселер пайда болуы мүмкін. Почему так деген сияқты нәрсе болуы мүмкін. Кет тексерейік бірге. Мына жерге қараңыздар. Мадина дұрыс. Curls болады, guys. Curls. Жеке болған. Curls her hair every morning before school. Міне, every morning before school дегеніміз мынаның барлығы, жалпы мынаның барлығы не болады? Жалпы бұның барлығы қашан деген сұраққа жауап береді. Яғни Мадина кім? Не істеді? Curls. Шашын бұралады. Нені, her hair, every morning before school, бәрі қашанға кіріп кетеді. Яғни, иногда бізде кейбір мыналар скобкалардың біреуі жоқ болуы мүмкін. Келесі, енді Madina curls her hair every morning before school. Perfect, келесі нәрсені жасайық. Ендігі мәселе. Жалпы негізі қалай болып жатыр, түсінікті болып жатыр ма? Сөйлем құрастыру насколько оңай болып жатыр сіздерге? Насколько оңай болып жатыр? Ауызбен айта берейік бұны. Қалай болып жатыр? Сөйлем құрастыру қалай болып жатыр сіздерге? Ауызша айта берсек. Жақсы. Түсінікті болып жатыр. Жақсы. Енді бірақ біз бұны жазған кезде оңай болады, бірақ біздің миымыз что-то запутаться етіп кетеді, қиналып кетеді, ми ашып кетеді, миымыз ашып кетеді, қашан біздің аузымызға келу керек кезде. Сондықтан сіздердің миларыңызға алатын нәрсе мынандай нәрсе да. Ең бірінші нәрсе мынандай нәрсе. Миларыңызға осы бір структураны салып аласыздар. Миларыңызға так бүйтіп ойланатын кезде бірінші осылай ойланып отырасыздар. Сондықтан былай отырмаңыздар, типа мен қайда барамын деген кезде типа той тұрмын сөздер көбейіп кетті демеңіздер. Өздеріңіз миларыңызға осындай бір система құрып алыңыздар, и миларыңыз жақсы түсінетін болады. Одан кейін бүгін біз бірдеңені жақсы үйренетін боламыз. Біз ауызша істейтін боламыз. Сондықтан бүйтеміз. Бәріміз экранды ашамыз, бірақ бәріміз экранды ашқанмен ненің бәрін өшіреміз. Атын нетін еді? Аудиоларымызды өшіреміз. Өйткені біз аудиомызды өшірмесек, адамдар барлығы көп болып кетеміз да. Сондықтан барлығымыз экранды қосайықшы, өтініш. Нормально жерде отырмыз ғой, иә? Бәріміз экранды қосайықшы. Бәріміз түрімізді қосайық. I want to see your beautiful faces. Мен сіздерді 2 күн көрмей сағынып қалдым кәдімгідей. Кет, давайте. Окей, міне ашып қойыңыз сіздердің түрлеріңізді. Окей, I'm going to check one by one. Бір жеке. Гүлназ қайда? Ақбота қайда? Асеман тұры қайда? Айбөбі дейді. Давайте. Дарын ұстаз. Гүлзат, мен басқа немен кіріп отырмын. Фамилиям басқасы, атым басқасы болып. Жақсы, ештеңе етпейді. Perfect. Мен сізді танимын ғой, Алина. Все, енді қарайық, жалғастырайық. Енді мына жерде мынандай нәрсе. Енді бізде спикинг бірден аударып отырамыз, сол туралы істейтін боламыз. Ең бірінші нәрсе, мен сіздермен бір нәрсені құрастырып кеттім деп тұр бастарыңызға, сонда сіздер кішкене мені тыңдап алуларыңыз керек болады. Енді мына жерге қараймыз. Бұл жерде present simple туралы әңгіме айтатын боламыз. Present simple дегеніміз жалпы не? Present simple дегеніміз осы шақта болады. Яғни біз күнделікті жасайтын іс-әрекеттер. И оның жасалу формасы өте оңай. Яғни жаңағы нәрсе естеріңізде ме? My cat drinks болды. My parents work болды. Неге әз бірінде әш бар, әш жоқ деген сияқты нәрсе болуы мүмкін. Сөйлемде осы туралы кішкене сөйлесе, қазір мен бүйтейін. Маған аппақ керек. Так, енді мына жерге маған текст керек. Бүйтейік. Енді ең бірінші нәрсе бізде subject дегеніміз зат есім.
Дұрыс айтқан кезде қазақ тілінде ол бастауыш деген нәрсе. Бастауышты қоямыз, одан кейін бастауыштан кейін просто етістіктің бірінші формасын қою керексіздер. Просто мысалға бірінші форма дегеніміз не? Бірінші форма дегеніміз, егер work деген сөз, жұмыс істеу деген сөз, жұмыс істеу деп келетін болса, просто жұмыс істеу болса жақсы ма? Значит, мен жұмыс істейін деп бәріміз аудионы өшіреміз. Айтайықшы, мен жұмыс істеймін, қалай болады? Мен жұмыс істеймін. I work. Дауысты өшіреміз, барлығымыз I work. тексереміз. Мен бүйтіп 10 I секунд work. ұстап қойып, сіз жауап бересіз, жақсы ма? Яғни, келесі, сен жұмыс істейсің. Мен түсіріп тастады неден. Шығарып тастады. Кеттік бірге істейік. Мен енді просто айтып отырмын. Жалпы негізінде, good. Келесі нәрсе, жалпы I work болады, иә? Сонда мен жұмыс істеймін, это I work болады. Келесі нәрсе, сен жұмыс істейсің. Сен жұмыс істейсің. Ауызша айтамыз, бірден аударуға Четко жазу керек па? жоқ, просто өздеріңіз просто тек қана ауызбен істеп кетеміз. Ауызбен істеймін, жазу керек емес. Миларыңызға, типа, айтыңыздар, мен ауызша істеймін деген сияқты. Сосын мен сонда істеймін, иә, сабақ сақталады, бірақ сабаққа қатысқандарға ғана плюс қоямын, сабаққа қатыспағандарға минус қоямын. Видео кейін көре ма, көрмей ма, әркімнің өзінің жауапкершілігі, иә. Келесі, сен ұйықтайсың. Ұйықтау sleep. Сен ұйықтайсың. Сонда бұл қалай болады? You sleep, иә? You sleep. Келесі, онда бәріміз ауызша істей берейікші, что-то былай өзім жалғыз сезініп жатырмын, кетіп бәріміз аудионы ашып істей берейік. Сен шопинг жасайсың. Қатып қалдым. Интернет неге нашар? Сен шопинг жасайсың. Гүлзат даусыңыз естілмей қалды дейді. Байқадым, соны бүгін қуып жатыр менде. You do shopping. You Давайте. Go to shopping. You do shopping, yeah? You do shopping. Shopping жасау, do shopping деп айтылады. Do shopping. Келесі. Сен оянасың 6-да. Сен сағат 6-да оянасың. You wake up at 6 o'clock. Good. Келесі. Енді келесі нәрсе бізде үшінші формамен жасаймыз. Subject. Етістіктің бірінші формасына S-ті қосамыз. Жалпы S-ті қосамыз. Мысалға, менің мысығым сүт ішеді. My cat drinks milk. Менің інім жылдам жүгіреді. Менің інім My brother run fast. Yeah, fast, good. Келесі. Менің атам ағылшын тілінде сөйлейді. Менің атам ағылшын тілінде сөйлейді. English. My granddad, yeah. Granddad speaks English, yeah. Perfect. Perfect. Келесі. Енді біз бұны түсіндік. Енді негативті қалай жасаймыз? Сол туралы айтсақ. Негативті жасау кезінде мынаған do not қосылады. Ал мына S қосылатын кезде просто не қоямыз? Does not. Yeah? Етістіктің артына ештеңе қосылмайды. Good, yeah? Келесі бастаймыз. Давайте writing-тан бастаймыз. Чатқа жазамыз, тез істейміз. Мен ағылшынша оқымаймын. Мен ағылшын тілін оқымаймын. Чатқа жазамыз. Мен жазайықшы өтініш. I don't learn болады. Study деген емес, I don't learn болады. I don't learn. Үйрену. Learn болады. Изучать деген сияқты. English. Good. Next one. Сен сөйлемейсің қытайша. Сен қытайша сөйлемейсің. Сен қытайша сөйлемейсің. Good. Ол, Гүлнұр жұмыс жасамайды мектепте. Гүлнұр жұмыс жасамайды мектепте. Гүлзат, I have a question. Мына жерде don't дегенді қосқаннан кейін speaks деп айтамыз ба, или просто speak деп жазамыз ба? S қосылады ма? Don't-тан кейін, do not, does not-тан кейін тек қана етістіктің бірінші формасы болады. S қосылмайды. Мынау S, do-дің артына қосылып кеткен ғой. Все, окей. Гүлнұр жұмыс істемейді, ауруханада дедім ба, мектепте дедім ба, не болды? Мектепте дедім, кажется.
Гүлнұр doesn't work at school, иә? At school. Всегда atпен келеді, school. Төрт нәрсе бар, өзі atпен келетін. At school бар. At work бар. At home бар. Сосын тағы at school, at home, at university. Төртте ақ нәрсе бар. Соны шатастырмасақ болды. At university. Мен бүйтіп қысқартып жазамын. Жақсы ма? At university ғана. Кеттік келесі. Мен суббота күні университетке бармаймын. Мен университетке суббота күні бармаймын. Мен суббота күні университетке бармаймын. I don't go to university on Saturdays. Егер бірақ суббота бармайтын болсаңыз, онда on Saturday болады, дұрыс айтасыз. Иә, Saturday болады. Егер де по субботам деп айтатын болсаңыздар, суббота күндері дейтін болсаңыз, Saturdays болады. Сосын күндермен әрқашанда on қолданамыз. On. Сонда получается біздің жауабымыз, мен бір адам күні аласынан, I don't go to university on Saturdays дейтін адам бар ма? I don't go to university on Saturdays. Иә? Иә, жақсы ма? Saturdays болады. Осылай болады екен. Келесі нәрсе. Мынаны тастайын. Менің мысығым ішпейді Кока-кола. Менің мысығым Кока-кола ішпейді. Кеттік абсурдный нәрсе жасайық. Миға. Аха. Good. Келесі нәрсе. Енді біз бұны түсіндік. Енді сұралы формада does not'ты және мынаны алдына шығарамыз. Яғни does мынау not қайналмайды, уже былай болады. Does, одан кейін do алдына шығады. И етістік затесім болады, одан кейін етістіктің бірінші формасы болады. Получается, форма былай болады, иә? Сен по субботам университетке барасың ба? Деп сұрақ қойықшы. По субботам сабаққа барасың, университетке барасың ба? Do you go to the university on Saturday? Saturdays, yeah? Good. Көреш, қалай жазғанымдар. Do you go to university, yeah? To the university on Saturdays. Perfect. Келесі. Сен сен сабаққа, былай тек сен speaking clubқа қатысасың ба? Не бойын, по вторникам деген сияқты. Қатысу бізде не болады? Participate. Міне былай болады, participate. Яғни сен по вторникам қатысасың ба неге? Speaking clubқа. Келесі. Гюзат. Ау. Разница между словами participate и attend. Екеуі мағынасы бірдей. Тура. Все супер. Жақсы, бір мағынасы. A and the дейтіндерді қай жерде дұрыс қолдану, мысалы go to the university дейді ғой, и go to university разницасы өзгере ма? Так, go to the university дегеніміз, жалпы the дегеніміз тот самый университет деген сөз. Ал university дегеніміз в целом университет деген сөз. Оны қазір, давай после сабақтан кейін кішкене түсіндірем, иә? The, значит, бізде проблема артиклімен бар екен, жақсы ма? Do you participate to English club on, не болады? On, қандай? Tuesdays? Perfect. Бәрін жазайықшы, мен что-то адамдардың жеке-жеке сөйлеймін қазір. Что-то адамдар жазбай қойды соңғы сөйлемді. Do you attend on Tuesdays? Good. Келесі қалғандарымыз қайда? Абылайхандікін көрген жоқпын. Так. Әдемі Мағжұнысқа қайда? Маржан қайда? Мен олардың көрмей тұрмын что-то. Do you participate English club on Thursday, емес Tuesdays, yeah, guys, дәрі жазған. Tuesdays, Do you attend to English speakings, yeah, speaking clubs, немесе. On Tuesdays. Сонда, получается, бізде сөйлем былай құрылады. Do you attend to English speaking club? In English speaking clubs, is like speaking clubs on Tuesdays, болады. Good, yeah, sure. Good, Saya. Attend English. Good, келесі нәрсе. Жалпы келесі нәрсе сөйлем былай болсын. Ол университетке, былай айтайықшы, ол
спикинг клабқа қатысады ма по вторникам? Жазу керек пе или орысша айтсақ бола ма? Жазайықшы, өйткені қазір көп адамдар жазбай қояды. Айтсақ. Қайталап жібересіз? Ол, яғни біз былай айтайық, жүрсін дейікші мысалы. Жүрсін, по вторникам спикинг клабтарға қатысады ма? Деген сияқты сұрақ. Мәди қайда? Что Мәди жоқ болып кетті? Мәди шығып кеткен. Кеттік. Does he attends бола ма? Guys, мына S болмайды, иә? Мына S болмайды. Просто attend болады, иә? Мысалға былай. Does he attend English speaking clubs? On Tuesdays деген сияқты. Good. Келесі нәрсе. Да жүрсін participate to speaking club on Tuesday. Perfect. Келесі нәрсе. Бүйтейік. Енді осы жерде бүйтуге болады. Does do қосылатын жерге бар емес па? Сұраулы сөйлемдер қосуға болады. Сұраулы сөздер қосуға болады. Яғни мысалға, сен типа спикинг клубқа барасың ба? Сен спикинг клубқа қашан барасың? Деп сұрайтын болсаңыздар, сіздер осы сұраулы сөйлемдерді әрқашанда ненің қасына қояды екенсіздер. Көмекші етістердің қасына қоясыздар. Мысалға, бізде when дейтін сөз бар. When деген аудармасы қашан деген сөз, иә? Мысалы айтайықшы, қашан жүрсін спикинг клубтарға барады деп сұрақ қоятын болсақ, былай болады екен. When всегда болады, одан кейін does тұрады. Does'дан алдын тұрады, иә? Значит, does he attend speaking clubs, иә? Speaking clubs. Бұл жерде уже қашан дейтін сөздің мағынасын білдіретін. Типа on Tuesdays болмайды, потому что сұрақ қойып жатырмыз. Қашан? When does he attend speaking clubs? Ол қашан speaking клубтарға барады, иә? Келесі нәрсе. Былай істейікші. Сен қашан мысалға, сен қашан тамақ жейсің? Сен қашан обедте ішесің? Attend пен participate-дің мағынасы жоқ, аудармасының, то есть разницасы жоқ, екеуі мағынасы бір. Иә? Келесі соңғы бізде қандай болып еді? Сен қашан ланч жейсің? Қашан сен түскі ас жейсің? Түскі ас бізде ланч. Бізде eat емес, ол алдында айтқанымыз have lunch болған, иә? Have lunch. Have lunch болады. Сонда when do you have lunch, иә? Дұрыс. Келесі нәрсе. Бүйтейік. Сұраулы сөйлем жасайық тағы да. Қашан емес, енді when емес, енді where. Сен қайда тұрасың? Сен қайда тұрасың? Сен қайда тұрасың? Одан кейін келесі нәрсе what деген нәрсе қойық. Сен не жейсің түскі асқа? Сен не жейсің түскі асқа? Сен не жейсің түскі асқа? For a lunch болады, иә? What do you have for a lunch болады, потому что неге? Түскі асқа не ішесің? For a lunch. Good. What do you have for a lunch? Келесі нәрсе. Сен кешке таман не істейсің? Яғни сен күнде кешке таман не істейсің? Деп сөйлесейікші. What? Сен күнде кешке таман не істейсің? Күшті. Келесі нәрсе. What do you do every evening? Неге? Өйткені what жаңа айтқанда алдында тұрады. Do, потому что күнделікті не істейтінін сұрау үшін. Одан кейін you бізге затесін керек. Етістіктің бірінші формасы do, every evening бізде қашан деген сөз болады. Содан кейін былай істейік. Сен қандай университетте оқисың? Қандай университетте оқисың? Деп айтайықшы. Мен жерде сен қандай университетте оқисың? Good. Next one, others. Қалғандарымыз. Good. Қалғандарымыз. Окей, осы what дегеніміз қазақ тілінде екі мағынаны білдіреді. Ол не деген мағына білдіреді, сосын қандай деген мағына білдіреді. Сіздерде мынандай нәрсе бар. What university деп айтсаңыз болады. Немесе екіншісі which university болады.
екеуінде болады. Яғни бұл жерде который қайсы университет? Мынау қандай деген мағынаны білдіріп тұрса, мынау қайсы? какой деп аударылады. Ау? Какой деп аударылады типа. Сондай мағынада ма? Какой, қандай деген мағына? Какой университет деп Иә. Былай істейікші енді. Қандай цвет сен қатты жақсы, ең жақсы көретін цветің қандай? Love most болады, нәрде? Ең көп жақсы көреді, love most. Қандай университет емес. Қандай цветті ең жақсы көресің? Мында love most деп бірге айтсаңыздар түсінікті болады. Жоқ, мен, мынада what's your favorite color дұрыс. Бірақ мен қандай жақсы көресің? Love деген сөзді қолдану керекпіз. Сонда қалай болады? What color, okay, color, okay, do you love most? Осылай болады. ਠੀਕ, түсіндіріп жүрейін. What color do you love most? Өйткені мына жерде what color бірге келеді, жаңа what university деген сияқты. Одан кейін бізге көмекші етістік do керек міндетті түрде, сосын зат есім керек міндетті түрде, сосын етістік керек love most. Сонда қалай болады екен? What color do you love most? Келесі. То есть қазақтың қай тамағын, қандай қазақша тамақты ең көп жақсы көресің? Окей? Қандай қазақша тамақты ең жақсы көресің? Қатты жақсы көретін тамағың қандай? Good. What Kazakh food do you love most? Okay. Неге ондай? Сол туралы кішкене айтсақ, жаза беріңіздер. Ең бірінші нәрсе, біздің андай нәрсеміз бар еді. Бізде сөйлем былай құрылатын еді. Қарайық. Сөйлем былай құрылады. Бізде свомен құрылатын еді. Жақсы, иә? Свомен құрылатын еді. Енді свомен құрылатын еді. Бұл жерде неге? Енді сұралу сөйлемде былай болады әрқашанда. When деген сияқты. Бұны біз сұралу сөйлем жазып қойсайық. Сұралу сөйлем. Сонда сіздерде мынандай нәрсе болады. Сұралу сөйлем әрқашанда бірінші тұрады. Одан кейін сұралу сөйлем неге? Сұралу сөз. Одан кейін тұратын зат бізде көмекші етістік деп аталады. Көмекші етістіктер болады. Одан кейін барып осы СВО құрылады. Яғни, получается, жаңағы біздің сөйлеміміз осылай құрылып жатыр екен. Мысалы былай. What? What Kazakh food дегеніміздің барлығы бұл бізде не? Сұралу сөз. Жақсы ма? What Kazakh food? Қай қазақтың тамағы? Қайсы қазақтың тамағы деген сияқты. Одан кейін мына жерде сен жақсы көресің мысалға. You love most деп айта алмаймыз. Өкінішке орай бізге потому что сұралу сөйлем, сондықтан бізге you болғаннан кейін do қосамыз. Жақсы ма? Сол сияқты келесі. Love you емес. Do you love most? Деген сияқты болады. Жақсы, келесі. Love least деген бар. Love least ең аз жақсы көресің. Яғни бұл жерде жек көрмейсің, бірақ қатты жақсы көрмейсің, нормально деген сияқты. Бүйтіп айтайықшы. Сен қай кітапты нормально жақсы көресің. Типа, негізі love least дегеніміз бұл hate мағынасында. Яғни ұнамайды, қатты ұнамайды деген сияқты нәрседе. Қай кітап саған қатты ұнамайды? Сонда you love дұрыс, иә? Least болады. You love least. Одан кейін what book болады сұрақ. И do болады алдыда. What book do you love least? Деп келеді екен. Все. Келесі. Жалпы біз түсіндік бұл нәрсені. Бұл нәрсе, мынау сөйлем, мынау нәрсе әрқашан бізге жұмыс істейді. Соны біз қазір дәлелдейміз. Бізде бір минут қалыпты. Тура осы немен кіреміз қайттан, жақсы ма? Тура осы ссылкамен кіреміз. Қайтадан ссылка жібермеймін. Қайттан кіреміз. So see you again.